жоғары инженерлік технологиялық колледжінің жоғары санатты қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Халилова Асылсада. Биыл жерлес ақынымыз Жұбан Молдағалиевтің туғанына 100 жыл. Олай болса, жыр қыраны Жұбан ақын атты тәрбие сағатын алдарыңызға ұсынбақшымыз. Жұбан Молдағалиев 5 қазанда 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Жыланды ауылында дүниеге келген. Ол ақын, Қазақстанның халық жазушысы. Орал ауыл шаруашылық техникумын бітірген. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 1942-52 жылдары майдандарда қазақ тілінде шығып тұрған отан үшін майдан шындығы жеңіс жалауы газеттерінің редакцияларында түрлі қызметтер атқарды. 1948-83 жылдары Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, редактордың орынбасары, қазақ әдебиеті газетінде редактордың орынбасары, 1958-63 жылдары Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының 2-ші және 1-ші хатшысы қызметтерін атқарды. Жайық өңірінің перзенті ел тарихында биіктен көрнекті ауызлығы. Қазақпын деуге 30 жыл атыңыздан қорқып көбі жалтақтап жүретін сонау заманда мен қазақпын деп жариялап келген өмірде де поэзияда оңай жолы естімейді. Жұбан Молдағалиев қазақтың халық жазушысы, СССР мен қазақ сср мемлекеттік сыйлығының болды. Қазақ әдебиетінің қалыпты ілгерілеуіне Жұбан ағаларымыз сияқты алтын ұстанымға айналған алыптар қашанда келеді. Ішкі қуаттың көзінен поэтикалық сарында жазылған мен қазақпын тәрізді туындылар бүгінгі күнде де айрықша қажет. Тоталитарлық құрсауында бұғатталып тұрған уақытта осындай еркіндікті көксеген шығарма біріншіден ақынның бойындағы көрегендікті, алғырлықты, адалдықты ашып тұрғандай. Егер осы шығармасын 1986 жылдан кейін жазғанда, тастың бұдан да айбынды, бұдан да шыншыл деуге болады. Ақын елінің тәуелсіздік алған көрмесе де, тәуелсіздіктің бақыты мен дәмін әуелде тұрғандай. Қандай дүние жетеді балауыңа, бәрі сенің жан отан қалауыңа, өз бейнеңдей әлемге тор танылып Қазақстан ер біте жалауы. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге қайта келдім, мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Мен қазақтың дастаны 1964 жылы жазылып кеткен екен. Ол туынды бүгінде әрбір қазақтың жүрегінде десек, артық айтқандық болмас. Жұбан ағаның өзі өлең өмірлі болсын дегеніндей, осы бір туындысы өмір шеңбері мен ұлт санасына сіңісіп, халқымен қатар өмір кешіп. Жауындап өткен Жұбан аға ұлтының жадында мәңгіге қалып қойды. Халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әйгілі ақын Жұбан Молдағалиев өзінің туындылары мен өнегесінің өмірлі болатынын. Биыл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. Жұбан ағамыз Абай Құнанбаевқа арнап момыннан қанықтыршы Абай мені деп жыр жолдарын арнаған. Олай болса, осының алдыңызға ұсынбақшымын. Қайран Абай, сенбейсіз жесірумен, кереметіңді кеш білсең кешір деген, ұлылығын туғанын ұққан сайын мен түсті көлеңке де кішірейем. Құдай саған ат берді, аста берді, болмасаң да ми берді, баста берді, махаббат та жыршысын сүргейді, мұрагер боп қаншама жастар өлді. Қырық жамау жүрегімді, қазағым деп, жұртым деп жүрегімді, озбырлықты кешпедің әкеңе де, әділетті арман болып өртейді. Ала болса бір тәнге бас қол керек, жанымызға от жүрекке тас қол керек, сенде ала жоқ ызамның ізгілік болып жырларында тұрғандай жасын дүреп, мен жүрекпін, жолға жоғай, күнде алам, жоқты да бар дегізді қайқын маған, даналығым даралығым көз алдына өл жеткіз биіктей қайғым маған. Ауыз қылшы дүниенің таланынан, өзге абайды таба алмас даламынан, шығар мекен жырыма қанықтыршы, жыртым өлген қайғымнан. Жерлес ақынымыз Айтқали Нәріков Жұбан ағаға текті ғана тартып туар негізге, Жұбан жайық ұқсатты мен негізге, Жұбан жырын санамызда сіңірсек, жайыққа құйып жатыр теңізін, Орал таудан бастау алса жайығын,
жұбан ақын өрге салды қайығын, бір-бірінен айнымайды қосалып, алып келген екеуіне сайығын деп жырлап өткен екен. Жайықтан шыққан жұбан ағамыздың өміршең өлеңдерін колледж оқушыларының оқуында жасауларыңызға ұсынбақшымын. Жоғары инженерлік технологиялық колледжі ОТ 911 топ оқушысы Қайырболат Қызай көркем. Жұбан Молдағалиев ар-ұят туралы. Ол ұят, деді сол қазақ қарт. Өлсең де оштаннан безінбе. Жас жігіт күлді оны мазақтап. Ұятыңнан болса езіп же. Жеп келем туғалы. Адам болып жүргенім сондықтан, деп қария тепсініп тулады. Әттең тек жігіт жоқ оныққан. Мен емес ұят деп өлетін, деді сол айтыс тұты жүріп. Қартта жоқ оп-оңай көнетін, жұққанда сөз оны жүзіріп. Сен де бір өліксің ендеше, жүрсең де тірі боп санатта. Адам ол өледі мендесе, ұяттан айрылған сағатта. Бұл сөзді естідім атысты. Білмеймін сыры не, кім олар. Қарт неге айтысқа қатысты, жігітте қаншама кінә бар. Әйтеуір шал сөзі жөнеді. Ағатта дегені ағат па? Я, адам тірідей өледі, ұяттан айрылған сағатта. Жұбан Молдағалиев, мен қазақ. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргенімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен төндірілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы мен. Пәк сәбимін бесікте уілдеген. Дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын. Жүрегі бар кеудемде шынға шықтым. Жанартаудай жойқынмын жолқынғанда, шарықтасам қарам болып шынға шықтым. Мен қаракөз сұлумын, сайтан қызбын. Сөйлей қалсам тілімнен бал тамғыздым. Сүйер болсам өмірдей өле сүйдім. Қас батырмен қайрасқан балтам жүзім.